Қазіргі таңда біз Өскемен өңіріндеміз, Өскемен қаласында балалар арасында Қазақстан Республикасының чемпионатын өткізудеміз. Өзіңіз байқағандай, бұл ұлттық спорттың жаңа рекорды. Бір алаңда 300-ге жуық бала жарысып жатыр. Және бір қызықтығы, балалар тек садақ ату спорт мәселесін емес, қосымша ұлттық киімде, ұлттық рухты болып келіп жарысып жатыр. Бұл біз үшін үлкен бір керемет нәтиже. Жалпы жаңғыру жолда жақсы көрсеткіштер. Қосымша бұл Өскеменді таңдау мәселесі де біз көп затқа қарадық. Біріншіден бұл керемет табиғат. Яғни Өскемен өзіңіз білеміз, шығыс аймағындағы керемет сұлу жердің бірі. Қосымша бізге дәстүрлі садақ атуды осы өңірлерде дамыту жолында өте керек болды. Және де қосымша осы жақтың президенті, федерациясының президенті біздің Ажар ханым, болашақ көшпенділер, дүниежүзілік көшпенділер ойынның қатысушысы. Яғни осы қиын іріктеуден өтіп, 10 үздік спортшының қатарына енді. Және осының бәрі себеп ретінде біз бүгін Қазақстан Республикасының чемпионатын осы Өскеменде өткізуге шешім қабылдадық. Және өзіңіз көріп тұрсыз, өте керемет, ауа райы да керемет, біз үшін бәрі қолайлы болып тұр. Шығыс Қазақстан облысы бойынша 33 бала осы чемпионатта қатысып жатыр, әр категория бойынша. Бұл 33 бала Шығыс Қазақстанның әртүрлі өңірлерінен келді. Бұл дегеніміз Риддер, Тарбағатай, Ұлан ауданы, Глубокое ауданы және Өскемен қаласынан қатысушы мергендеріміз бар. Бұл спортымыз енді ғана дамып келе жатқандықтан біздің шығысымыз көрсін, білсін, осылай халықтың рухын оятып, садақ атуға қызығушылығын ояту мақсатында шығыста өткізуге өзім ұсыныс білдірдім. Бұл ең ауқымды жарыс, себебі бар жоғы 3-ші чемпионат және де 300-ге жуық баланы жинап тұр. Бірінші орын алғаны өте күшті. Мен үйде бүкіл құттықтайды. Барлығыңызға рахмет. Абай облысы сәлем.